мынандай құрақты өткенде тикток каналыма құрап салған едім. Бұны бір жерлерде тырма құрақ дейді екен, бір жерлерде жебе құрақ дейді екен, ұшып жатқан жебеге ұқсайды. Бір жерлерде қарқара құрақ дейді екен. Міне осы құрақты құрағанымда осыны асықпай түсіріңізші деп өтінген екен. Соны қазір енді көрсетпекшімін. Андай шықма тауып алдым. Ені 12 сантиметр, оның орталығын тауып алдым. 6-да 6 қылып. Содан кейін мынандай 4 пұштар алдым велюрдан, қара велюрдан. Ені 5-те 5 және мынандай ақ жолақтар алдым велюрдан. Ені 3 сантиметр. Міне енді осыны мына жолақтың ортасына мына 5-те 5-ті былай бүктеп міне осылай бірінші орналастырдым. Мына бұрышын мына сызыққа сәйкестендіріп алдым. Осылай. Сонымен оны былай бір тігіп алдым. Үш бұрыштап. Содан кейін мынау жолақтың түгін, міне түгін төмен қаратып былай тігіп аламын. Былай үстіне қойып, сәл ғана 5 миллиметрдей асырып, осылай тігіп аламын, былай. Міне сонда осылай түседі. Келесін былай қойып тіктім. Былайынан тіккен кезде мына жерде сәл ғана асырып тігем, сонда ол былай түседі. Міне. Қазір енді осыны көрсетейін. Мен тігіп алдым. Енді түгін төмен қаратып, мына сызықтан сәл ғана асырып, мына бұрышын дұрыстап. Мынаны кескен кезде сәл артықтау кесу керек. Осындай болды. Енді түгін төмен қаратып, арадан сәл ғана асырсақ, осылай тігіп алу керек. Енді келесі 5-те 5 қарамызды тағы да осылай 3 бұрыштап қойып алып, мына басын тура мына жерге келтіреміз. Ал мына ұшын мынау сызыққа келтіреміз. Осылай мынаны ұстап тұру үшін осылай бір тігіп алса болады. Мына басы мынайға сәйкес келу керек. Ұшы осылай сәйкес. Мынаны ұстап тұру үшін мынаның да басын ұстап алса болады. Міне осындай болды. Енді жаңағы әдісті қайталай береміз. Міне бұрышын мынау қарадан сәл ғана 5 мм асырамыз.